Менің қыз немереңіздің ардақтым әкесі бар. Әкесін құрметтеңіздер. Ол дүниеге перзент алып келген бір баланың әкесі. Неге сіздер ата әжелер балаларыңызды өздеріңіз басасыздар? Сіз балаңызды басқаннан кейін келін вообще адам емес деген сөз сіздің үйіңізде. Осы дұрыс емес. Ата-анасын неге көтермейсіз? Неге оның әке қылдыңыз? Ол әке болды. Ей, сен баласың әлі мен алдымда, жап аузыңды деген дұрыс емес. Балаңызға беріңіз. Ол өзін азамат екенін сезінсін. Ол мойнында жүк барын сезінсін. Баланы асырау менің мойнымда тұрған бір салмақ екенін түсінсін. Осыны түсіндіре біліңіз сіз. Сол үшін балаңызды көтерткізбейсіз ба? Қана сен атыңды дұрыстап қой деген сияқты сөзді неге айтуға болмайды балаға? Осыны айтуға тұрарлық қой бала. Сонда бала қалай қуанар еді сіздің балаңыз? Мен де бір жауапкершілік алдым мойныма деу керек. Ей, сен аузын жап, сен ештеңке білмейсің, кешегі бала деген. Дұрыс емес. Егер сіз балаңызды солай аяғын сөйлеткізбесеңіз, сіздің келініңіз үйде онда кім ол? Ешкім емес деген сөз. Сондықтан меніңше маған қойдырып не қыласыздар? Мен ат қойғаннан не біресе өзгере ма? Марстан біреу келіп қойса да одан біресе өзгере ма? Қазақстанның маған десе одан зоры қойсын, кім қойса да. Содан біресе өзгереді деп ойлайсыз ба не? Тәрбиелеңіз. Тәрбиелеп қолдаңыз қайта балаңызды.